Дүние жүзінің саяси картасы. Картаға мұқият қарайтын болсақ, елдердің әртүрлі орналасқанын көруге болады. Мысалы, Ұлыбритания үлкен аралда орналасқан. Жапония барлық жері сумен қоршалған, ірі және шағын аралдарда орналасқан. Үндістан, Испания, Португалия сияқты елдерге назар аударыңыз. Бұл елдер бір жағынан құрлықпен байланысқан, ал басқа жақтары сумен қоршалған. Қазақстан мен Моңғолия сияқты елдер материк ішінде орналасқан. Мадагаскар мемлекеті бүкіл аралды, ал Австралия бүкіл материкті алып жатыр. Жас дос, сен бір-біріне жақын орналасқан аралдар тобы архипелаг деп аталатынын білесің. Сондықтан Жапония архипелаг елі болып табылады. Барлық жағы сумен қоршалған жердің үлкен аумағы материк деп аталады. Яғни Австралия материктік мемлекет. Түбек бір жағынан континентке жалғасқан, ал барлық қалған жағы сумен қоршалған құрлық бөлігі. Сондықтан Үндістан мен Испания түбек елдерге жатады. Мадагаскар мен Ұлыбритания елдерінің барлық жағы сумен қоршалған. Сондықтан олар аралдық елдер деп аталады. Теңізге немесе мұхитқа шықпайтын елдер құрлықтық мемлекеттер деп аталады. Мұндай елдерге Қазақстан мен Моңғолия жатады. Жаңа видеолардың жиі шығып тұру үшін каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.